Онлайн 3-ші сабағымызды сендермен бастаймыз. 2-ші сынып оқушыларына арналған сабақ. Бөлім өзім туралы. Сабақтың тақырыбы «Сен нешедесің?» Сабақты құрастырған қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Егізбекова Роза Серікқызы. Оқу мақсаттары: сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру, мақсатында бояу және анық айтылған сөзді түсіну және интонациясы бойынша тиісінше іс-әрекет жасау. Тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттерді қолданып, постер, мәтін құрастыру. Сабақты бастамай тұрып, ұйымдастыру кезеңіне көшеміз. 1-ші, сенің атың кім? 2-ші, сен неше жастасың? 3-ші, сен нешінші сыныпты оқисың? Осы сұрақ-жауап арқылы бір-бірімізге сұраққа жауап берейік. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысамыз. Сен нешедесің? Сколько тебе лет? Сен 6-дасың ба? Тебе 6 лет. Сен 7-десің бе? Тебе 7 лет. Сен 8-дейсің бе? Тебе 8 лет. Мен 6-дамын, мне 6 лет. Мен 7-демін, мне 7 лет. Мен 8-демін, мне 8 лет. Енді балалар, жаңа сөздерді мұқият тыңдап, қайталаймыз. Сен нешедесің? Сен 6-дасың ба? Сен 7-десің бе? Сен 8-дейсің бе? Мен 6-дамын, мен 7-демін, мен 8-демін. Жарайсыңдар балалар. Енді осы өткен жаңа сөздерімізді дұрыс қосымшалар жалғауда үйренеміз. Сөздерге мұқият қараймыз. Осы сөздерді есте сақтаймыз. Және менімен бірге оқимыз балалар. Ендіше бастаймыз. Сен нешедесің? Сен 6-дасың ба? Сен 7-десің бе? Сен 8-десің бе? Мен 6-дамын. Мен 7-демін. Мен 8-демін. Келесі тапсырманы орындаймыз. Тыңда, қайтала, оқы. Әсел, Әлібек нешеде? Әлібек 8-де. Жоқ, Саша 8-де. Анна, Саша 7-де ме? Енді қайталаймыз. Әсел, Әлібек нешеде? Әлібек 8-де. Жоқ, Саша 8-де. Анна, Саша 7-де ме? Енді сергету сәтін өткіземіз. Қолымызды жаямыз және сергету сәтін қайталаймыз. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырманы орындаймыз. Дәптермен жұмыс. 1-ші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрастырып, дәптерге жазу. Үлгі: Әлібек, сен нешедесің? Мен 7-демін. Сен 6-дасың ба? Иә, мен 6-дамын. Анна 6-да ма? Иә, ол 6-да. Осы үлгіге қарап, диалог құрастырып, дәптерге жазасыңдар. Әлібектің орнына басқа атты қоюға болады, немесе мен 7-демін деп жазбай отырып, өз жасыңызды жазасыңдар. Келесі тапсырма айтылым. 2-ші тапсырмада балалардың жасы нешеде екенін айтамыз. 1-ші суретте 1-ші бала 6 деген саны бар. Мен 6-дамын деп айтып тұр. 2-ші суретте 4 баланың қолдарында 4 сан бар. Ол баланың қолында 8 деген сан, қыз баланың қолында 7 деген сан. Сол енді осы сұраққа жауап беріп тұрамыз. Мен 8-демін, мен 7-демін. Сен нешедесің?
Мен 7-демін, сен нешедесің, мен 8-демін деген сұрақтарға жауап беруге болады айтылым ретінде. Осы сабаққа қорытынды жасап, 3-ші тапсырмамен аяқтаймыз. Әрқайсының 2 досының атын, жасын және оның нені жақсы көретін айтыңдар. Менің досымның аты Қанат, ол 6-да, ол өлең айтуды жақсы көреді. Мысал ретінде осылай айтуға болады. Ал енді балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.